Ассалаумалейкум қыздар, бүгін Pinduoduo сайтынан келген тапсырыстарыма распаковка жасаймыз. Алдымен видеоны қарамас бұрын тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Бұл заттарды мен 6 сентябрь өткем, бірақ та бұл күннен бастап есептемейміз. Қытайдағы складқа түскеннен кейін барып, Қазақстанға жеткенге дейінгі уақытты есептейміз. Мен бұны 78 каргосынан заказ бергем, бірақ қазір система өзгеріп 10 килодан жоғары болу керек. Мінекей барлық посылкаларын шығарып алдық. Енді жайлап бір-бірлеп распаковка жасайтын боламыз. Товарларымның барлығы қызыма, балама және сатуға бір-екі зат алғам. Мына кофта қалың, күшті кофта, бір размерін беріп қарадым, қалай болады екен деп. Качествосына көрініп тұр, цветі бәрі күшті. 120 размерді бердім. Енді сапасы өте керемет, қыздар жұмсақ, жып-жылы, күшті. 2045 теңгеге шықты, бар жоғы. Өзім осындай кардигандар жақсы көрем, жылы заттарды. Жақыннан көрсетіп жіберейін сіздерге. Қараңыздар, ілгектері бәрі күшті. Мен бағам онда 10. Ұнады. Ссылкасын курстағы қыздармен бөлісетін болам. Келесі товар бізде қандай зат екен? Ашып жатырмын. Көрейік. Мынау мен жакетім. Күшті, мен мына жерде қатты қуанғам. Қазір озвучкамен білдіре алмай жатырмын. Мен тек қана бір жакет бергем, маған екіншісін подаркиге салып жіберіпті. Күшті, енді от души рахмет айтатын қытайларға. Міне қараңыздар. Бар жоғы 1600 теңге, получается екеуін мен 800-ге алғандай болдым. Ішін ілгектері бәрі қатты, ішінде мынау күшті, жұмсақ, жылы. Бағам онда 10. Екіншісі де сондай ғой. Күшті. Іше подарка дейтінді қытайлар көп салады. Соған риза боласың ғой. Скидканы да көп жасайды. Pinduoduo сайтына кірсеңіздер, шыға алмай қаласыздар енді. Рахмет. Келесі бізде қандай зат қарайық. Распаковка жасағанды қалай жақсы көрем деңізші. Бұл слип. Бұны мен сатуға бергем. Өзім балам размеріне берем деп, үлкен размер беріп қойыппын. Күшті слип. Лапша деймі? Лапша трикотаж ба, сондай керемет. Даже орағанда да күшті, салафанға салып, прям жақсы істеп жіберген. Мына жерде көрініп тұрсаңыздар, 95% хлопок деп тұр. Качествосы күшті енді. Материалы да күшті, жеңдегі манжеталар да күшті, ілгектері де артық шығып тұрған жіп, онда ештеме жоқ. 1766 теңге. Вообще созылады. Кигенде ұйықтағанда кисе де күшті, мұны жұмсақ денеге. Қыздар, мына сайтқа кіргеннен кейін шыға алмай қаласына, прям заттары күшті. Енді бірақ качественный заттар таңдау үшін де көп нәрселерді білу керек. Мынау қазір менде бұл лосина с начесом. Мен бұрын Астанада оқығам, Астана қысын білесіздер, қатты салқын. Мен дейтін өткел қабат киетін жаман тоңатынмын. Мынаны алғаннан кейін мен тек өзін киіп кете берем ғой. Сразу сайттан көрдім, ішінің қандай екен. Мынаны алам деп. Соны сатуға заказ беріп қойдым. Мына прям материалын көріп тұрсыздар ғой, қалың. Цветі де күшті бар ғой. 2 цвет, осы әдемі цветтен бергем. Күшті, екеуі маған 2293-ке шықты. Күшті іші дейтін маған жылы болғанда айта алмайым. Качествосы да күшті, кәдімгі. Жібі жоқ, ешқандай жалбырап атқан ештемесі жоқ, күшті. Ботқа күшті тұрады, созылады екен. Менің бағам онда 10, өз бағасынан тұрады. Ссылкасымен бөлісетін болам курстағы қыздарымен. Келесі бізде пижама болу керек. Мен ұлым мен қызыма пижама бердім, бірдей етіп, цветтерін әртүрлі етіп. Мынаны алған кісілер бар, ешқандай жоғанда цветі ештеме шықпайды, созылмайды дегесін бердім. Шынымен де күшті. Мына жерде көріп тұрсыздар ғой, қалай күшті етіп орап жіберген. Прям ұнады маған.
қараңыздар. Осындай көк цветін бердім. Қызыма розовый, келесіне жасаймын распаковканы. Міне күшті, жұмсақ материал. Уже сол бойда, сол күні біз киіп алдық, бұны киіп жаттық. Күшті, прям ұнады, созылады екен. Жұмсақ денеге, қатты ыссы да болмайды, қатты жұқа да емес екен. Ұнады, 10/10. Да, келесі бізде осы пижаманың екіншісі болу керек, розовый. Қызыма бергенім. Қызым 2,5 жаста, ұлым 10 айлық. Размер келді. Күшті. Күшті от души орап жүреді. Маған осылардың упаковка жасайтындары ұнайды кәдімгідей. Бұл да тоже дәл сондай, тек просто размер үлкен түрі. Жұмсақтығы енді банағыдай тоже. Бұдан да ешқандай жіп, ештеме көрініп тұрған жоқ, бәрі күшті болып келген енді. Маған 1047 теңгеге шықты. Күшті, міне созылады. Қызым да сразу киіп алды сол күні. Біз жуып көрдік, айтпақшы. Ешқандай бояу, ештеме шыққан жоқ, созылғанда жоқ, ырбиғанда жоқ, күшті. Да, бұл бізде носкилер болу керек, кажется. Носкилер. 5 носки бердім. Сосын 5 плюс жүреді деді. Сонда мен бір носкиді примерно 100 нәрсе теңгеден алып тұрмын. Ешқандай атылмаймыз. Бұлар бізде 350-450-ден сатылады. Базарда өтірік айтпай қояйық. Мына жерде купон беріп жүрген, 1/1 деп көрсетіп тұр. Дәл сол светінен тағы да осындай 5 носки. Шын айтайын, күшті енді качествосы, іші кәдімгідей қалың кәдім, қазіргі мезгілге күшті. Сапасы күшті. Бізде вообще бүткіл носки осы Қытайлардан келеді ғой. Олар Пекин деп сата береді. Да, бұлда да носки болу керек. Қызыма бердім. Енді кішкене қымбаттау. 914 теңгеге шықты. Мынау ұзын, андай балтырда түге жауып тұрады. Рисункасы бар жанында. Қызым садикке барып бастады, соған киюге бергем. Качествосы күшті. Астында андай кафельге неге тайып кетпеуге андай липучка сияқтылары бар. Күштіге ма ұнады, мынау қызым мәз болып киіп алды. Қыздар, осындай видеолар ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар, тағы да салам. Егерде сізде осылай заказ беріп, ақша үнемдеп, немесе жақсы киімдерге заказ бергіңіз келсе, бизнес бастағыңыз келсе, менің курсыма жазылсаңыз болады. Астына төменге WhatsApp'ты немесе Instagram'ды ашып берсеңіз болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше.